Сәлем достар, осындай үлкен көлемді тортты туған туыстарыңыздың туған күніне дайындасаңыз болады. Бірінші құрғақ заттарымызды қосып аламыз. Ұнымызға қантымызды, разрыхлителімізді, какаомызды және ас содасын қосып, бәрін бір келгі болғанша жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді сұйық заттарымызды қосамыз. Жұмыртқамызға сұйық майды және айранды қосып, бәрін бір келгі болғанша миксерлейміз. Енді шетінен құрғақ затымызды қосып, жақсылап миксермен миксерлейміз. Құрғақ қоспамызды үшке бөліп қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай шоколадный қамырымыз дайын болды. Мен 4 бұрышты етіп пісіремін. 4 бұрышты формаға. Формамызға үшке бөліп, жайып шығамыз. 3 коржық шығара аласыздар осы рецептпен 4 бұрышты. Егер домалақ пісіретін болсаңыздар, 4 коржық шығарасыздар. Дайындаймыз. Творожный сырымызға сахарная пудрамызды қосып, миксермен бір келгі болғанша миксерлейміз. Үстіне сливкиімізді қосып, тағы да бір келгі болғанша жақсылап миксерлейміз. Бірінші коржығымызды қойып, енді кремін жағамыз. Оның үстіне екінші коржығымызды қойып, оның үстіне кремін жағып шығамыз. Осындай лопаткамен түзіліп шықсаңыздар болады кремін. Енді үшінші коржығымызды қойып, үстінен кремін жағып, бір келгі етіп жағып шығамыз лопаткамызбен. Шет-шетіне де жағып түзіліп шығамыз, 4 бұрышты формасын шығарамыз. Енді ганашымызды дайындаймыз. Бір Қазақстан шоколадымызды майымызбен микроволновкаға ертіп алып, бетіне құямыз. Ганашымызды құйып болғаннан кейін тортымызды холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Шоколады қату керек. Одан кейін сәндесеңіздер болады. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен клубника, орео печеньесі және альбени печеньесімен сәндеп шықтым.